Ержан! Күшті! Не айтасың ба? Бір-бірін білмейтін болса, сразу айтып жіберейінші видеоның басында. Біздер Ақтаудың жастарын бір-бірімен араласатындай, танысатындай, шығармашылықта бөлісе алатындай, өнер көрсете алатындай, еркін форматта алаң құрамыз деген ниетіміз бар. Жайлап бұйырса, үкімет ештеңе демей жатса, әрине. Қолдау болса әрі қарай керемет. Үлкейтеміз дейтін ойымыз бар әрі қарай. Аржан енді көресіз. В общем, достар, білетіндеріңіздей біз осы уақытқа шейін контент жасап келдік. Ақтау парақшамызды көріп жүрген оқырмандар болса, пайдалы контент жасауға тырыстық. Үнемі пайдалы контентті тәпит етіп жүрдік. Үнемі тек социальный сетте арқылы сіздермен онлайн араласып жүрген болсақ, осы жазда біз офлайн Ақтау қаласының жастарымен байланыс орнатамыз деп бірінші іс-шара бүгін бишілермен бірге болады. Қазір мен сіздерге барлық процесстерді көрсетемін. Организатор, әнші, барлығы. В общем, бәрін көрсетемін, дайын болыңыздар. В общем, достар, мына жерде көріп тұрғандайыңыздар, біздің баннерде барлық ақпарат жазылып көрсетілген. Бұның дизайнын жасаған бізде Мирас. Мирас, кішкене мына баннердегі дизайнды түсіндіріп кетші. Тегін келген нәрсе, ол название, то есть аты, адамдарды призыв к действию дейді ғой. Бірдеме істейік қазақша, то есть біздің өзіміздің тілімізде бәріне де түсінікті болатын. Сондықтан жиналайық деген таңдалды, потому что адамдарды жинауға и любой жерге қосқан кезде, типа афиша жазған кезде жиналайық 18:00 деген сияқты қылып жазып қойсаң, әдемі шығады. Яғни аты сондай да. Осындай керемет бізге баннер жасады, Инстаграмда да тұр. Үшім мына жерде білетіндеріңіздей біздің Ақтауын, біздің спонсорлардың аты ұйымдастырылған деген қалай еді тупой. В общем, мынау Ақтауын деп қайтадан түсірсек. Мына жерде біздің спонсорлардың аты жазылған. Адвер, Аманат Групп, біздің көше. Ұрпақ Next. Спонсор боламын десеңдер, менің счетыма 214 номеріне Каспиге аударып жүрсеңдер болады деп. Құрметті, қадірлі біздің влогты тамашалап отқан көрермендер, бүгінгі біздің концерттің, мероприятияның организаторшасы сіздегі жаңадан келген қатысушы Диланора. Концертті ұйымдастырғанда қиындықтар туралы, қандай қиындық болды, қандай жақсы нәрселер болды, қандай нәрсемен бөлісесің? Ну, если қиындықтан салсаң, то что именно мелочь ситуациялар көп болады, да, именно мелкий детальдар іздейтін, и оның именно конкретно қандай зат керек болуын білмейсің. Заттар керек, но сен не керек екенін точно білмейсің. Жақсы заттардан, ну, коллектив, да, то, что все идут к одной цели, классное ощущение. Я как танцор, для меня подготовка к концерту это как что-то привычное, и это там хорошее. Может быть, андай не концерт болады, телевизордың көрсетеді. Берса, батоқыл жер алсаң. Саламат Абибулда, біздің оператор, монтажер, ойшым, бас оператор. Мынау қол оператор деп көкетсең бе? Бүгінгі сенің жұмысың операторство, да? Как обычно. Ән айтпайсың ба, хотя? Билемейсің ба? Билмейміз, ән айтпаймыз, жұмыстамыз біз. В общем, мынау Саламаттың баласы. Мынау Ақтауының бүкіл видеосының авторы, короче. Бұл бізде Ислам. Негізі Исламбек көбісі Исламбек, я негізі толық есімі Исламбек. Командада музыка, битмейкер, әнші, кеймейкер, бұтхана мейкер. Ислам, бүгінгі өзіңнің ісіңмен кішкене көрермендерге таныстырып жүрші сен. Жалпы бұл концерттің настроениесін вайбын беретін мен қолымда тұр. Мен қателессем бәрі қателеседі. Барлықтарына сәттілік. Отыратын. Андай ішімде бір күшті момент болып тұр да, что біз істей аламыз деген да, бізге сенбеген адамдар болып, жасап жатқан затымызды түсінбеген адамдар болып, но бірақ осындай дәрежеге жетіп істей алғанымызға қатты қуаныштымын. Не дейсің айтарың келді, сен мені естисің бе дәл қазір, қималыңасың емен тартты. Біздің кезімізде мынандай болған жоқ. Какие у нас планы, что мы хотим сделать. Брат, с какими-то уже более большими материальными. Ребята, давайте круто проведем это мероприятие, потому что это было мероприятие. В дальнейшем нас ждет очень много таких, более даже, возможно, масштабных мероприятий. Достарда прокачаем, дадим им площадку и просто будем взрывать все тут и брать. Окей? Давай. Достар, мына өлеңнің тарихы бар, жиналайық дегеннің бар ғой, 10 минутта пайда болған исламның
слышит все, кто видит все сюда. Сегодня мы открываем заново наш проект. Проект Жиналайық. И в первую очередь встречаем Family. В общем, достар басталды. Наш проект — это команда, которая любит наш город, которая хочет поднять его не только как культурно, так и по красоте, чтобы наш город процветал, был в ряду первых. И для этого мы создали площадку Жиналайық. Площадка Жиналайық — это у нас такой проект, который создан для танцоров, для музыкантов, для певцов, кто читает стихи, просто для общения, чтобы познакомиться, чтобы просто хорошо провести время. И нас поддержали компания Adver и компания Amanat Group. Благодаря ним сегодня мы с вами. Мура туралы айтып берші бізге. Мура дейтін Ақтауын командасы ең бірінші құрылған кездегі болған адамдардың бірі. Ол мега позитив, мега адам ғой. Вот келіншектер как раз қызы екеуі. Бүгінгі біздің мерекенің іс-шараның жүргізушісі. Давайте теперь из толпы. 2 человека у нас собралось. Теперь мне нужны шарики, пока их надувают. Нормальный Так, давай. шарик. Нормальный шарик па? Нормальный шарик па? Я ондай емес, дана хочешь. Подкатить к любому из гостей. Идем не туда, не к танцорам. Нет, идем к зрителям. Ай-яй-яй. Какова молодежь сейчас. Шарик жарган бала ғой, ты че? Ладно, другое. Я не умею английский разговаривать. Английский? Ты что, подкатил? Как зовут ее? Пригласи любого из людей на свидание. Так, давай. Немного не так поняла. Диас нашел. Зрители, друзья наши, родственники, все это, дети, взрослые. Вон пара стоит красивая. Может вы? Вот красавчик! Джафар, красавчик, вот молодец, я же вижу, ты хочешь. Как зовут? Амир. Включаем быструю музыку. Танцуем очень медленно. Прям. Что за лев этот тигр? Так, спасибо, Джафар, мы тебя поняли. Давай, Амир. Ақтау очень гостеприимный. И мы дарим этот шопер, эко-шопер, на минуточку. Джафар, тебе. Поздравляю. Давайте просто любить свой город. Такой красивый. Давайте похлопаем нашему городу. Он начал танцевать относительно недавно. Начали танцевать. Подержите. Саламатсыздар ма? Сізге ұнап жатыр ма бүгін біздің Жиналайық жобасы? Ең қызықтысы үшін не болады? Сізге бәрі ұнап жатыр ма? Келесі осындай жиналыққа келесіздер ма? Бүгінгі кешке сізде ең қатты не ұнады? Атмосфера. Hi girls, do you like this meeting? Yeah, super. Do you enjoying it? Yeah, we love it. Actually, we're actually a dancer too, and we love watching all the dances. From Instagram, you follow us, right? Uptown X, it's a team that's organizing it. No. Oh, you just have to follow. It's like right now. You can just participate right now. Yeah, actually, they can do it. They're shy. They're shy. Okay, thank you so much. It was really nice to meeting you. Bye. Сізге бүгінгі Жиналайық ұнап жатыр ма? Да, өте қатты ұнап жатыр. Рахмет ұйымдастырғаныңызға. Біздің жастарды көріп жатырмын. Осындай жастар бар екен, өте талантты, бәрі жігерлі. Сол мәз біз көптен бері осындай ұйымдар болмады. Келесі
жиналыққа келесіз ба? Я бұйыртса келемін. Какая молодец. Ты занимаешься? Ходишь куда-то? Куда ходишь? Ну, куда? Кому ходишь? Кире? Молодец. Қалай отыр концерт? Супер. Ал енді. Шап деп ақалаңыз. Шап! Айтшы сен. Шап деп айқайлаңыз. Айтайын ба? Иә. Шап! Сізде келесі апталарда осы жаз енді қысқа болса да әр демалыс сайын өткізуге тырысамыз. Енді сізді әр демалыс сайын осы жерге жиналайық деп айтайын енді сізге. Сенің тобың блокқа бірдеңе айтқысы келмей ма балалар? Бізде бэндте ең кішкентай участник бар, оның жасы 12. Компания Адвер. Мейрамбек, барабан, дарбука деп аталады, аспап. Вообще классно, ребята. Атмосфера топ. Вот это уровень, ребята! Все классно, ребята. Шикарно. Можете говорить, пожалуйста. Да. Нет, можно. Без проблем, да. Так, приз Диасу. Можно мне приз? Свой размер сделаешь? Отлично, что у тебя супер-пупер. Еще раз хочу сказать спасибо всем вам. Хочу сказать спасибо нашим спонсорам. Это компания Adver Yamanat Group. Еще я хочу отметить компанию Shell, Orpak Next и CPGI. Вам большое спасибо. Чтобы Ахтау у нас ассоциировался не только с танцами, у нас есть наши местные артисты, которые поют. И нам нужна ваша поддержка! Поблагодарить вас за организацию такого мероприятия, за то, что вы поднимаете нашу молодежь, объединяете, дарите позитив. Мурат, спасибо вам огромное. Дайте вас Что еще сказать? Вам большое спасибо. Теперь в будущем мы будем здесь. Место встречи изменить нельзя. Так что всем большой рахмет! Соңғы өзіміздің туса. Осы 3% қалды, не айтасың? Күшті! Не айтасың? Мирас соңғы сөзімді айтшы. Керемет болды. Біз ойлағандан да жынды шықты. Осы мероприятие еще больше будет. Вообще супер. Ақтаудан біз мынандай қолдауды күтпедік. Келесіде біздің осындай мерекелерімізге, іс-шараларымызға сіздер міндетті түрде қолдау көрсетеді деген ойдамыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Рахметімізді айтқым келген еді. Ақтауға осылай вечер жасалатқанына көп рахмет. Спасибо большое за организацию, особенно ему. Все, в общем, достар, бәрі аяқталды. В общем, Тусаның соңы осындай. Выделим Дилю за человека. Да, Много чего сделала, по идее. Красавчик. Слава. Каждому вообще в целом отдельный респект. Әркім өзі істеген ісі бар бұл жерде. Әркім өздігін сыра біледі. Біз кейде бір-бірімізді мақтауға, мадақтауға ұмытып кетеміз, так что тоже бір-бірімізге рахмет айтып жіберіңдер. Рахмет.